Сөйтіп, әкеңе біраз нәрсе айтып тастапсың. Қайықта тұрып ап. Мен оған рифттен мұхитқа шығу мақсатында асайық деген жоқпын. Дей тұра соны қалап жүрсің. Оның қатал болу себебі... Ол мені түсінбейді. Себебі ол сендей болған. Мұхитқа ғашық болатын, құрлықтан қашатын. Бір кезде ол каноэн алып, рифтерден асып та кеткен. Ашық теңізге шығамын деп, таудай биік толқынға тап болды. Жан досы қоймай бірге ілесіп шыққан. Әкең оны құтқара алмады. Сол себепті ол сен үшін қорқады. Кейде адам әр нәрсені жоспарлап, алдына түрлі мақсат қояды. Бірақ дегені бола бермейді.